Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2007 жылы жарық көрген Ворона начало фильмі. Судзура ерлер мектебінің қабырғалары түгелдей граффитиге толы, ал ең жоғарғы жағында мектеп королі Тамао Сиридзава деген жазу көзге түседі. Бір жігіт сол жазуды өзгертіп, мектеп королі Гензи Таки деп жазып қояды. Мектептің акт залы да бұдан артық емес. Директор жаңадан келген оқушыларды құттықтап, сөзді солардың біріне береді. Алайда әлдебір бұзақы оны бірден теуіп жіберіп, енді мектептің жаңа көшбасшысы болатынын мәлімдейді. Оған бірден басқа оқушы қарсы шығады. Оның артында Матрица фильміндегі жігітке ұқсайтын біреу, және залда жиналған оқушылардың тағы жартысы қолдау көрсетеді. Осыдан кейін жаппай төбелес басталып кетеді. Какие в этом году энергичные новички. Осы кезде мектеп ауласына якудзалар тобы келді. Бастығы оқушылардың арасынан Тамао Сиридзаваны іздейді. Себебі ол олардың бір адамын ауруханаға түсірген еді. Бірақ шын мәнінде ол жігіт якудзалардың қатарындағы жай ғана ұсақ адам болатын, оны шырын мен шемішке сатып алуға жіберген. Ал Тамао болса, ауруханадан досын күтіп алған соң мопедіне мініп жолға шықты. Бірақ көп ұзамай басымен көлікке соғылып тоқтады. Оған шлемнің артықтығы болмас еді. Тамао көлік жүргізушісіне дөрекілік көрсетеді. Алайда жүргізуші оған жақсы таныс полицей болып шығады. Сиридзаваның жүргізуші куәлігінен жақында айырылғанын білген полицей оның артынан қуып кетеді. Жолындағының бәрін қиратып, Сиридзаваны көлік жарысына шақырады. Бірақ өзі бірінші бұрылып кетіп, көлігімен аударылып қалады. Алайда Сиридзаваның да жағдайы мәз емес еді. Оның мопеді көз алдында бөлшектеніп, бұзыла бастайды. Ол мектепке жеткенше Гензи якудзалардың бүкіл тобын талқандап үлгерді. Бірақ мектеп королімен есеп айырысып үлгермеді. Өйткені оның артынан бүкіл қаланың полициясы келген сияқты. Беті көгеріп, көзінің асты көкала болған бұзақы бұл жігіттердің өзіне тым мықты екенін түсінді. Гензи де Судзуран мектебіне соңғы оқу жылына 1 жыл қалғанда әдейі ауысып келген екен. Мұның себебіне Рука есімді қыз қызығушылық танытады. Бармен оған бұл мектепте тек бұзақылар оқитынын, және олардың үнемі кімнің ең мықты екенін анықтау үшін бір-бірімен төбелесетінін түсіндіреді. Гензидің әкесі якудзалардың бір тобының басшысы. Кезінде ол Судзуран мектебін өзіне бағындыра алмаған. Егер бұл істі оның ұлы жүзеге асырса, Гензи әкесінің бандадағы орнын басады. Олардың келісімі осындай болған. Сиридзава достарымен бірге бітіруші сыныптарды қалай сабайтынын жоспарлап отырады. Сол кезде олардың қасына Гензи келіп, маджонг ойынын дөрекілікпен бөліп жібереді. Сөйтсе, бұл өктемшіл жаңадан келген жігіт Сиридзаваның ең жақын досы Токионың да досы екен. Якудзаның ұлы жергілікті чемпионды жекпе-жекке шақырады. Бірақ оларға 12 Б сыныбында оқитын Миками ағайындылары кедергі болады. Токио Сиридзаваға қарсы шықпас бұрын, Гензи оның шәкірті 11 Б сыныбындағы Риндаманды жеңуі керек екенін айтады. Бірақ бұл әдейі жасалған қулық еді. Өйткені Риндаманға қарсы ешкімнің төтеп бере алмайтынын бәрі жақсы білетін. Миками ағайындылары шабуылға шыққанымен, Сиридзава оларды тер төкпестен ақ быт-шытын шығарды. Риндаман туралы небір аңыз әңгімелер тараған. Айтуларынша ол бір уақытта 10 адаммен, тіпті 50 адаммен, ал кейбіреулердің айтуынша 100 жігітпен бірдей төбелескен. Олардың кем дегенде оны қазір о дүниеде жүр. Таяқ жеген жолдастарының кегін қайтару үшін якудзалардың қасына Кен Катагири есімді ұсақ шабарман келеді. Бірақ бір соққыдан кейін ол жерде жорғалап қалады. Кейін Кен әңгімеге көшіп, бұрын бұзақылар мектебінде бәрінен бұрын өзі билік жүргізгенін айтып өтірік соғады. Ол жаңадан келген Гензиге мектеп королі болуға көмектесуге дайын. Өйткені мектепті бағындыру үшін тек мықты жұдырық жеткіліксіз, көшбасшылық қабілетте қажет. Мектепті бағындыруды бір сыныптан бастау керек еді. Дәптердегі нұсқауларға сүйене отырып, Гензи 11 сыныбындағы ең мықты жігітті жекпе-жекке шақырып, оны қалған оқушылардың көзінше нокаутқа түсіреді. Твоя взяла. Енді бұл сынып Гензиге бағынады. Кеннің бастығы Язаки оны түнгі клубтардан алым-салық жинамаған үшін бетінен шапалақпен ұрады. Егер бұл жұмысты олар істемесе, оны бәсекелес якудза тобы істеп кетеді. 11 сыныбынан таяқ жеген Тамура Гензимен бірге мектепті бағындыру жоспарын құра бастайды. Алдымен жаңадан келгендерге назар аудару керек. Мысалы, байкерлерден құралған легионерлер тобы мен қарғыс атқан үштік бар. Ал Риндаман ше? Ол ешқандай соғысқа араласпайды, өз бетінше жүреді. Мектептегі биліктің басым бөлігі Сиридзаваның қолында. Дене бітімі ірі Такадзи 2 жыл қатарынан онымен төбелесіп жүріп, ақыры оның оң қолына айналған. Сиридзаваның тағы бір жақын адамы дзюдошы Цусумото. Ал 3-ші генералы 12 сыныбындағы Такаси Макеси, ол Сиридзавамен ең көп рет төбелесіп, ең көп соққы жегендердің бірі. Бірақ ол өз ұстанымынан таймайды және Сиридзаваның жағына шықпайды. Сондықтан оның жанында көптеген жауынгері әлі де қалды. Енді оны өз жағына қалай тартуға болады? Айтуларынша оның қыздармен қарым-қатынасы нашар екен. Демек, оған бір қыз тауып беру керек. Бірақ қалай? Өзі таяқ жеп жүретін ұсақ бұзақы қыздармен танысудың шебері сияқты көрінгенімен, неге екені белгісіз, қыздарға аса қызық емес. Ақыры онымен бірге кеткендер тек 3 мектеп оқушысы қыз болды. Это похищение малолетних. Сол кезде Сиридзава Руканы көріп, онымен бірден бір нәрсе жөнінде келісіп алды. 11 Б сыныбындағы өжет, бірақ әлсіз аққұба жігіт тез арада таяқ жеп, Сиридзаваның тобына қосылуға шақырылды.
Гензи Макисені шақырып алып, топ болып қыздармен кездесуге баруды ұсынды. Ақ костюм мен қалпақ киген Франк қатты қобалжып терлеп отыр. Егер бүгін қыздардың бірін кездестіре алмаса, келісім жүзеге аспайды. Рука құрбыларын ертіп келді. Макисе қобалжығаннан іші өтіп кетіп, болған жағдайды бірден бәріне айтып қойды. Оның қасында отырған қыз сымбатты жігіттен қорқып, одан қашып кетті. Гензи бұл жоспардан ештеңе шықпайтынын түсінді. Енді жоспарына көшу керек еді, ал Кенде ондай жоспар бар болатын. Жақын жерде отырған Тамура байғұс қызға әдейі тиісіп, мазасын ала бастады. Қолыңды менің әйелімнен тарт, деп бұйырды оған бетінде тыртығы бар жігіт. Бірақ Рука бұл қойылымның мәнісін білмегендіктен Тамураның бетіне шанышқы сұғып алды. Сөйтіп, қастандық жасаушылардың жоспары бірден әшкере болып, ренжіген қыздар ол жерден кетіп қалды. Ренжіген Гензи көз жасын бір тамызып алды да, енді осы жағдайдан қатты ұялып отырды. Кен Макисеге ренжімеуді ұсынды. Ол оны массаж жасайтын қыздарға апарып, барынша жақсы қызмет көрсететінін айтты. Бұл жаңалықты естігенде Макисенің іші тағы да бұзылып кетті. У вас найдутся какие-нибудь штаны? Что? Штаны или трусы? Бұзақы жақсы көңіл көтеріп қайтты. Енді ол өз сыныбымен бірге Гензидің жағына өтуге келсе. Қарғыс атқан үштік соңғы 10 сыныпты аяусыз сабап тастады. Оларды 11 сыныбындағы тағы бір мықты төбелескер Шун Идзаки өз тобына шақырады. Кейін ол Гензиге келіп, оның жағына шығуды ұсынады. Бірақ мұның бәрі тұзақ болып шықты. Гензиге 11 сыныбының барлық оқушысы шабуыл жасайды. Ол бірнеше оқушыны жайратып салып, Арамзаның өзіне жетуге тырысады. Бірақ қалың топ оған мүмкіндік бермейді. Жаңадан келген жігітті ұрып соғып тастады. Алайда оның айтуынша ол әлі жеңілген жоқ. Біраз уақыт төбелесіп көргенімен тағы да біраз таяқ жеді. Бұл жолы тіпті орнынан тұра алмады. Жоқ, бәрібір тұра алды. Бірақ көп ұзамай оны бір жола құлатып, тынығуға мәжбүр етті. Идзаки таяқ жеген Гензиді сүйреп әкеліп, оның қыңыр Макисені өз жағына қалай шығара алғанына таңғалады. Көшемен келе жатқан Гензи мен Кен әлде бір бұзақылардың Рукаға тиісіп жатқанын көреді. Кеннің өзі бәрібір төбелесе алмайтын еді, сондықтан Якудза оған қызбен бірге бұл жерден кетуді бұйырады. Бірақ оларға қарсы тұтас бір банда шыға келеді. Кен темір құбырды ұстап алып, оларды тоқтатуға тырысады. Кеш түседі. Ал Кеннің қатты таяқ жегені соншалық, тіпті аяғына тұра алмай қалады. Оның жанына инспектор келіп, Судзуранда оқып жүрген кездегідей әлі де өзін сол баяғы сәтсіз адамша ұстайтын бейшараны мазақ етеді. Ол мектепті бітіргеннен кейін өзіне лайықты іс таба алмаған жалғыз түлек. Тіпті Якудза болғанның өзінде де түкке тұрғысыз. Сол кезде оған Гензи телефон соғады. Мектеп оқушысы өзінің үлкен досын әлдеқашан өлді деп ойлаған еді. Жігіт сол кештегі жағдай үшін досынан кешірім сұрады. Ақырында Гензи мен Идзаки одақ құрады. Сиридзава күшейіп келе жатқан бәсекелес банданың әрекетіне енді үнсіз қарап отырғысы келмейді. Дене бітімі ірі Такадзи сөйлескеннен гөрі әрекет етуді жөн көреді. Сондықтан ол Идзакиді жақында Гензиді алдағандай дәл сол тәсілмен тұзаққа түсіреді. Қалың топ Идзакиді аяусыз ұрып соғып, аяғынан байлап асып қояды. Бірақ Гензидің тобы әзірге бұған жауап бере алмайды. Өйткені олардың адам саны әлі тым аз. Екі банда басшысы барда кездеседі. Олар мектеп үшін ғана емес, екеуіне де ортақ досы үшін де таласып жүр. Дәл сол жерде олардың ортақ досы кенеттен ұстамадан құлап қалады. Бұған дейін дәрігер Токиоға ми тамырындағы аневризма деген диагноз қойған еді. Оған операция жасау қажет. Алайда операция кезінде қайтыс болу қаупі 70%-ды құрайды. Сондықтан Токио операциядан бас тартқан. Осы жағдайға байланысты Гензи өзін ұстай алмай, енді алдынан шыққан кез келген оқушыны талғамай сабай бастады. Ол кезекті бір сыныпты күшпен өз бандысына қосып жатқан кезде ірі денелі Такадзи Тамураны ұрып соғып тастады. Гензи бірден кек қайтаруға аттанды. Бірақ Макиси оны тоқтатты. Сен сабырға келмейінше, мен сенің артыңнан ермеймін, деді ол. Гензи Кенге бүкіл банданы өз уысында ұстап тұра алмай жүргеніне шағымданады. Сондай-ақ Судзуранға тек әкесінің арқасында келгенін мойындайды. Ал оның әкесі немен айналысады? Ол Рюсенкай бандысының басшысы. Яғни Кеннің бастығының басты жауы. Осы кезде ірі денелі Такадзи Сиридзаваның артынан жасырын түрде бір жамандық ойластырып жүр. Оған байкерлер келіп, олардан Руканы ұрлап әкетуді сұрайды. Оның орнына ішкі қақтығыстарда көмектесетін жауынгерлер беруге уәде етеді. Гензи сабасына түсіп, жолдастарынан кешірім сұрайды. Кенді бастығы өзіне шақыртады. Ол өзінің қарамағындағы адамның өзіне тиесілі адамдарды ұрып соққан мектеп оқушысымен бірге жүргенін біледі. Язаки Кеннен әлгі жігітті өлтіруді талап етеді. Сол кезде Кен әлгі мектеп оқушысының, Рюсенкай бандысының басшысының ұлы екенін мойындайды. Демек, енді бірден соғыс басталады. Ендеше солай болсын. Кен мен Гензи отырған шатырға Сиридзава көтеріліп келеді. Ол Токио ауруханадан шыққанша уақытша бітім жасауды ұсынады. Бірақ бұл ұсыныс қабылданбайды. Прощай, мой бедный брат. Бедные люди, сильные люди.
Кен өзінің күндерінің санаулы қалғанын түсініп, қоштасар алдында қалжыңдап, досының ішінен бір ұрып қояды. Идзаки ауруханадан шықты. Рука үйіне жалғыз қайтып келе жатқанда, оның жолын жан-жағынан байкерлер қоршап алды. Кен қарсылас банданың бастығына барады. Бастапқыда ол сол адамның қол астында жұмыс істегісі келген, бірақ оны қабылдамаған еді. Ал қазір Кен оның ұлына қастандық жасалғалы жатқанын айту үшін келді. Ол бастықтан: егер оның ұлы Судзураның королі атанса, оған өз бизнесін беруге дайын екені рас па екенін сұрайды. Бұл жігіт үшін шынымен жақсы өмір ме? Если он сумеет покорить Судзуран, он найдет в себе силы от всего этого отказаться. Рука Гензиге телефон шалып, өзін басқа қыздармен бірге арқаларында бас сүйік бейнесі бар банда ұрлап әкеткенін айтты. Бұлар легионерлер. Адамдарды жинап, докторға бару керек. Қалың топ қолдарына таяқтарын алып, есеп айырысуға келді. Қысқа төбелестен кейін Гензи легионерлердің күртешелерінде бас сүйік бейнесі жоқ екенін байқады. Бұл қазір өздері соғысып жүрген байкерлердің ескі буынының формасы екен. Демек, мұның бәрі Гензидің бандасын әлсірету үшін жасалған жоспар болған. Енді егер олар бұл жерден кеткісі келсе, бетінде тыртығы бар жігіт өз құлағын беруі керек. Бірақ оның орнына Гензи өз құлағын кесуге дайындалды. Легионер оны тоқтатып, қыздарды сірә клубта ұстап отырғанын айтты. Ол қыздарды құтқаруға мүмкіндік береді, ал содан кейін екеуі есеп айырысады. Ірі денелі Такадзидің басшылығындағы қастандықшыларға кімнің жеңетіні бәрібір. Олар тек шайқастан кейін кім тірі қалса, соны өлтірмек. Сиридзава қыздардың ұрланғанынан хабарсыз еді. Оны әдейі қиын жағдайға қалдырған. Ендеше бәрін ертең мектеп ауласында шешетін уақыт келді. Әкесі балаларына бір ұсақ бандиттің ақша үшін өз кланын сатып кеткенін және ақша алса да оны өлтірмегенін айтып береді. Енді оны өлім күтіп тұр. Тек якудзаның ісіне араласпаған дұрыс. Оның орнына бандиттің оған айтқан тілегін орындаған жөн. Яғни Судзураның шыңына шығу керек. Сырттан нөсер жаңбыр жауып тұр. Токио операцияға дайындалып жатыр. Ол операциядан кейін оянбай қалуы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан операцияға өз аяғымен барып жетуге рұқсат сұрайды. Екі алып банда төбелес болатын жерге қарай бет алды. Сиридзава сатқынды кешіріп, оған өз тобына қосылуды ұсынды. Ал қарғыс атқан үштік болса, болып жатқанын бәрін жоғарыдан бақылап тұрды. Сиридзаваның 100 адамы, ал Гензидің 70 адамы бар. Кен тапаншаны қайтарып, берілген тапсырмадан бас тартты. Тіпті шамасы, оларды алдын ала ескертіп те қойған. Бастық сенімді сөйлеп тұр. Сен әрқашан жеңілген адам болдың. Енді сол үшін жауап бересің, деді ол. Екі банда бір-біріне қарама-қарсы тұрды. Біраз күтіп тұрғаннан кейін Гензи мен оның жігіттері алға қарай жүгірді. Мектеп ауласындағы лайдың ішінде қара киінген қалың тобыр жаппай төбелеске кірісті. Біраз күткеннен кейін Сиридзава да бәріне қосылды. Шайқаста біраз төбелесіп алған соң ол демалу үшін отырып қарсыласына қарап отырды. Осы кезде мектепке Сиридзавадан кек алуға келген байкерлердің тобы жетті. Өйткені олар Сиридзаваның өздерін әдейі тұзаққа түсіргеніне кек қайтармақ болды. Осылайша екі жақтың күші шамамен теңесті. Миками ағайындылары Макисе мен Тамураға қарсы төбелесе бастады. Ал Аққұба Язакимен төбелесуге ірі денелі Такадзи шықты. Ол қатардағы жауынгерлерді аяусыз соққының астына алды. Сиридзава мен Гензи бір-біріне жетті. Жаңбыр тоқтап, аспанда күннің қызарып батып бара жатқан сәулесі көрінді. Шешуші жекпе-жек басталды. Язакидің бастығы Генді өлім жазасына кесу үшін алып келді. Ол оған соңғы сыйлығын, өзінің пиджагын берді. Бұл басқаларға сабақ болады, деді Язаки. Содан кейін ол жылап тұрған якудзаға тапаншасын кесіп, 3 рет оқ атты. Геннің денесі суға құлап түсті. Негізгі төбелесте алма кезек жүріп жатты. Екі жауынгер де лайға аунап, әбден соққы жеген. Екеуі де аяғында әрең тұрып, тізелерін бүгіп, жартылай еңкейген күйде төбелесіп жатты. Ақыры нокаутқа Сиридзава түсті. Гензи жеңіске жетті. Ал якудза Кен болса, су түбіне жетіп, кенет есін жиды. Тұншығып қала жаздап, судың бетіне жүзіп шықты. Бастығы берген пиджак оқ өткізбейтін болып шықты. Токионың операциясы сәтті өтті. Ол екі досымен де кездесті. Ал Гензидің алдында соңғы кедергі қалды. Ол алып денелі Риндоманды жеңуі керек еді. Алып жігіттің жойқын соққылары Гензиді жерге құлатты. Бірақ Гензи қайтадан орнынан тұрды. Ол жүгіріп келіп, Риндоманға қарай ұмтылды. Осы жерде фильм аяқталады. Келесі кинотаймда екінші бөліміне шолу жасайтын боламыз. Шолуларымызды бірінші болып көру үшін арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кинотаймда кездескенше.